Институтта 13 жыл бойы дәстүрлі түрде кафедра күні ұйымдастырылады. Биылғы кафедралар күні институттың жедел жоспарына сай онлайн режимінде өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамының 5 жылдығына орай өрлеуге 5 жыл өсу, даму, жаңғыру тақырыбында өткізілді. Кафедралар күнінің мақсаты 5 жылдағы институттың инновациялық қызметін жинақтау, тәжірибе алмасу, кәсіби шығармашылықтағы ғылыми ізденісті дамыту. Кафедралар күнін институт директоры, филология ғылымдарының кандидаты Абишева Нұргүл Молдабайқызы ашып, әріптестеріне кәсіби өрлеу мен шығармашылық табыс тіледі. Кафедралар күнінде институт директорының орынбасары, педагогика ғылымдарының кандидаты Қибатаева Нұрсұлу Қазанғаповна өрлеуге 5 жыл өсу, даму, жаңғыру тақырыбында, кафедра меңгерушісі, педагогика ғылымдарының кандидаты доцент Каплиева Айгүл Қыдырбаевна кафедра өсу жолында, кеше, бүгін, ертең тақырыбында, кафедраның аға оқытушысы Қайдасов Әділет Жеткербайұлы кафедра білім және ғылым интеграциясы жолында, аға оқытушы Бүкенова Светлана мектепке дейінгі білім берудің қазіргі жаңарудағы іс-әрекеті тақырыптарында атқарылған жұмыстарға шолу жасады. Деңгейлік орталық тренерлері Асанбай Бадигүл Зинулаевна және Сүлеуова Ақмарал Ақтанбаевна кім тапқыр тақырыбында тренинг өткізіп, деңгейлік орталықтың кәсіби дамуындағы 5 жылдық жұмыстарымен таныстырды. Институттың баспа қызметі және қоғамдық ортамен байланыс бөлімінің меңгерушісі Тырнабаева Наталья Сергеевна өрлеу ақпараттық қауымдастық орталығы дайындаған соңғы жаңалықтармен таныстырды. Өрлеу тәжірибелік ортада бөлімінде экспериментатор мұғалімдер, атап айтсақ, Хромтау ауданы нөмірі 4 мектептің ағылшын тілі пәні мұғалімі Бимурзин Алмас, Мәртөк ауданы нөмірі 2 гимназиясының математика пәні мұғалімі Қаратаева, Байғайын ауданы Пушкин атындағы орта мектептің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Елшімбекова зерттеу жұмыстарының жетістіктерімен бөлісті. Шараның қорытындысында ашық микрофонға қатысушылар ғылым мен тәжірибенің үздіксіз байланысын жалғастыру мақсатында кафедра күнінің қажеттілігі мен маңыздылығын атап өтті. Ақтөбе қаласы нөмір 56 мектептің мұғалімі Сари Несеттің туындысы өрлеуге 5 жыл арнауы кафедра күніне қатысушыларды біріктілік арттыру жүйесінде болып жатқан өзгерістерді жүзеге асыруға рух беріп, жақсы көңіл күй сыйлады. Бола білген асылдардың үзігі, артсын ұйым әрқашанда тізімі, жаңартылған сіңіретін білімді жасай берсін бұл өрлеудің ұжымы, болғаннан соң қалдыратын мұраңыз, болашаққа боласыңдар дүраңыз. Өрлеуден кеп тәлім алсақ бәріміз білім шыңының биігіне шығамыз, төге білсе ақиқатты жыр кеудем, жалғай мен әр сөзімді бірдеммен, құзар шыңды бағындырып алынбас, жаңарамыз әрқашанда өрлеумен, жүрген жаһан халқына таныла, жылу берген ұстаздардың жанына, мен сіздерге бар жақсылық тілеймін, 5 жылдығың құтты болсын. Рахмет.